Lidiki, suyuktum. Öyle tanıdatkan koy. Ey! Bu жерге таңның қандай қатысы бар? Қазір кеш батты, кеш. Кешкі ас ішетін уақыт әлдеқайда өтіп кеткен. Kешкі ас? Онда неге мені ерте оятпадыңдар? Мәссаған, мына сен таңнан кешке дейін аю сияқты таусылмастап ұйықтап жатуына мен кінәлімін. Егер мені ерте оятып жібермегеніңде, мынандай қорқынышты түсті аяғына дейін көрмеуші едім, Лидики. Осы үйдің кірінде, ыдысында, тамағында барлығын істейтін мен. Ой, сен болсаң. Неге үндемейсің? Мартын? Қандай қорқынышты түс туралы айтып отырсың? Сен ол туралы сұрама. Мен айтпай-ақ қояйын. Бастаған екенсің, соңына дейін айт. Енді сен сұраған соң, Лидики. Айтайын. Түсімде кішкентай столдың жанында отыр екенмін. Столдың үстінде тап-таза дастархан, мойнымда салфетка. Бір кезде... Я, бір кезде. Сен кіріп келдің. Мен? Сен кіріп келдің. Мен кіріп келдім. Сен кіріп келдің. Содан. Содан? Содан үлкен швейцар ірімшігін алдыңа салып, Лидики. Дөңгелесің. Лидики, тыңдашы. Ой, бұны да қорқынышты түстеп тұрсың ба? Енді аяғына дейін айтайын да. Ал, айта ғой. Қай жеріне келіп едім? Швейцар ірімшігі. Швейцар ірімшігі. Ол ірімшіктің үлкендігі соншалық, оның әрбір саңылауына бір отбасына түсіп кетеді. Мен мойнымдағы салфетканы дұрыстап, ірімшікті тістей бергенімде, кенет үстелдің үстінен мысық қарғып шықты. Сосын? Ол сен жаққа көз қиығымен бір қарады да, мяу, бас салды өйде. Мені ме? Қайдағын айтпашы, Лидики. Не үшін сені? Бәрі бұдан әлде қайда нашар болды. Әлде қайда нашар? Ол ірімшікті бас салды да, алып кетті. Сен қайда қарап отырдың? Қайда қарап отқан несі, Лидики? Мен не істей алам? Қалай мен не істей алам? Мына ірімшікті мұрныңның астынан алып кетеді. Ал сен болсаң, екі көзіңмен жер сүзіп қарап отырасың. Отбасына жасайтын жақсылығын осы ғой сенің, я? Лидики, сүйіктім, мен
Тыңдашы енді Лидеке. Ой, сенен ештеңе істегім келіп тұрған жоқ. Осы үйдің барлық тірлігін істейтін мен. Егер мына мен болмағанда, сендер отбасылармен құрып кетер едіңдер. Лидеке? Мынауың тым артық. Солай ма? Ал мына жерге көшіп келу кімнің идеясы? Бәлкім сенің? Жоқ, сенің. Иә, менің. Тоқта. Бала қайда? Шома? Әрине Шома. Сенің басқа балан бар ма еді? Жоқ. Ал егер ол байқаусызда шатырға шығып кетсе ше? Шатырға? Сен не білерексің? Ей, Маратын! Есіне адасқансың ба? Құдайым-ай, жұматайым-ай, бәрі жақсы болса екен. Құдайым-ай, аман есен келсе екен, аман есен келсе екен, Құдайым-ай. Ей! Біріне десеңші. Аман келсін енді. Ой, Мартын, мына сенің қолыңнан бір нәрсе келе ме әлде жоқ па? Менің кішкентай ғана ұлым. Басыңа қара бұлт төндірмей тұра тұршы. Ей, қойшы бар. Егер оған бір нәрсе болып қалса, мына мен өз өзімді кешірмей. Бұл не шу? Шома? Сен қайда болдың? Қалай қайда болдың? Мен қаланы аралап қыдырдым. Көрдің бе Лидеке? Қаланы аралап қыдырған. Ой, мен сені ұлы сиқыршы мысыққа шатырға шығып кетті ме деп ойласам. Сағат сақтаңыз анашым. Мен ол шатырға ешқашанда жақындамай. Дұрыс дейсің балам. Ол мысық өте қорқынышты. Иә, өз мақсат үшін барлығына барады. Ол сиқыршы. Оның қолынан бәрі келеді. Сіздер маған ол туралы талай айтқансыздар. Бірақ егер де ол ұлы сиқыршы мысық болса, ол неге төменгі, яғни біз тұрған жерге ешқашанда түскен емес? Ол жағын білмейді екен балам. Бірақ оның ақырып шығып жатырған қорқынышты дауысы да жеткілікті. Сол қорқынышты дауысты естісем, тамағымда тәтті ірімшіктің өзі тұрып қалады. Білесіздер ме? Бүгін мен қалада ерекше тышқандарды көрдім. Тышқандар? Иә, олар біз сияқты жай тышқандар емес. Ақ түсті тышқандар. Ақ? Иә, қалайша ақ? Ей, қырық өтірігінен біреуін жалғастырмай-ақ қойсаң болады. Өмірде ақ тышқандар болмайды. Ал мен бар деп айтам. Мартын, өмірде ақ тышқандар бола ма? Болмайды. Жоқ, әне көрдің бе? Ал мен тіпті оларды көрдім дейм. Тіпті араларында бір жас сұлу тышқан да болды. Ол да ақ па? Иә, аппақ ірімшік сияқты. Жоқ, аппақ қар секілді анашым. Ақ тышқан, аппақ қар секілді. Ей, қане тамаққа? Бірақ анашым, асқана. Сенің қарның ашты ма? Я, біздің қарнымыз ашты. Дастарханды жая қояды. Отырып. Сөз берімшігі. Раппар.
Albim, arkadaş dayanmayın. Siz bizde 3 saat boyuna eski kalanın köşelerinden sürümeyin gelirsiniz. Bırak, hiç kanday fayda yok. Zakariya Şeker, niye bana kaçıp gitti ki? Belgim, kanka varsa. Еш қашан біздер керек жердеміз. 10 минут. Albim. Ой! Gitti. Слушай. Ya anaşım. Ми-ми-ми-ми. Anaşım. Mi-ми-ми-ми. Енді. Енді. Не істейміз? Ne isteyimiz? Егер Егер сенің әкең қайтып оралмаса, Пружай, неге ғана Закаряшадан қашып кетті екен? Ой, не істейміз, Пружай? Тамаша! Ой, Бәрі мен ойлағандай екен. ол жақта не бар әкешім? Ірімшік. Ірімшік жасайтын зауыт десе де болады деді. ірімшік жасайтын Рокфор. Рок. Шұжық ірімшігі. шұжықтан жасалған ірімшік. Иә. Ne var әкешім? Мен де бар. 10 минут. Мына табалдырықтан аттамас бұрын менің сіздерге мынаны айтқым келеді. Ұзақ адасудан кейін біз ақ тышқандар жаңа үйіміздің есігінің алдында тұрмыз. Albim, sizдің маған бірін айтып жеріңіз. Ең керекті сөздерді дәл уақытында тауып айта аладыңыз. Рахмет сізге, Виолетта. Мені бағалай алатыныңыз үшін мен де қуандым. Енді жиын тезірек барайық. Нені күтіп тұрмыз? Асықпаңдар. Бұл жерде кішігірім кедергі бар. Қандай? Бұл жерде тағы бір тұрғын бар. Ой, ой. Мысық. Жоқ, мысық емес Виолетта. Одан да жаман. Екі мысық. Жоқ, тағы бір тышқандар отбасы. Ой, Альбин, онда тұрған не бар? Біздер сияқты отбасы. Виолетта! Мәселе сонда болып тұр ғой. Олар біз сияқты емес. Олар сор тышқандар. Сор тышқанда? Иә. Әлгі диірмендегідей соп-сор. Тура диірмендегідей соп. Ой. Альбин, сіздің солармен бір шатырдың астында тұратын ойыңыз бар ма? Енді не істейміз? Бір жерде тұруымыз керек. Жүріңдер.
айтқан жоқсың ба? Ей, Мартин, мен өмірде ақ тышқандар болады дедім ба, олар бар. Кешірім сұрайын. Қайырлы күн. Ас болсын балықтарыңызға. Су. Тезірек су. Өзімізді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Менің атым Албин. Ал бұл менің жұбайым Виолетта. Және біздің қызымыз Фружи. Реверанс. Мартин! Мына сенің қолыңнан бір нәрсе келе ме? Бірдеңе десейші аналарға. Ассалаумағалейкум. Ақымақ! Оларға айт. Біріншіден, біздің олармен сөйлесеріміз жоқ. Екіншіден, біз кешкі ас ішіп отырмыз. Және де, үшіншіден, Жалғастыра беріңіздер. Ал біз? мен әлі біткен жоқпын. Қалашым қойыңызшы. Үндеме. Үшіншіден, біз шақырылмаған қонақтарды күтпейміз. Жоқ. Сіз бізді дұрыс түсінген жоқсыз. Біз мүлде қонаққа келген жоқпыз. Не? Біз ойлаған едік, бұл жер кең, әрі үлкен, және де бізге де осында орын табылып қалар ма деп. Ойлана келе осында тұрақтап қаламыз деп шештік. Иә? Осында? Иә. Анашым! Мына сіздер қандай құқыққа иелене отырып осында қаламыз деп шештіңіздер? Сіздер де иеленген құқыққа негізделе отырып шештік. Мартин! Мыналарды әйтпесеммен өзіңе жауап бермеймін. Ескертемін ханым, менің де азулы істерім бар. Және кез келген уақытта өзім және отбасым үшін қорған боламын. Иә! Альбин, қолыңшымаңыз. Қолашпаңыз, Альбин. Біздің басқа жерге кеткеніміз дұрыс болар. Жоқ! Ой, мама. Біз қаламыз. Біз қаламыз. Сіз сонда осы сұр тышқандардың алдында өзіңіздің абыройыңызды түсірмексіз бе? Не? Сеніңше, мына бізбен сөйлесу абыройыңды түсірумен бірдей ме? Құндылған көргенсіз. Виолетта! Ал сен дүние қоңызына адансың. Мені мұқият тыңдаңдар. Осы күннен бастап, бұл ірімшік зауытының оң жақ бөлігі біздің иелікке өтеді. Ал біздің көрші болғанымыз ұнамаса, басқа жерге көшіп кетуімізге болады. Мартин! Сенің қолыңнан бір нәрсе келе ме деп жоқ па? Қазір түнде Мұндай уақытта мен тек бір-ақ қана нәрсе істей аламын.
ұйықтай. Жақсы. Фружи! Фружи! Кім бұл? Бұл мен ғой, Жома! Таныш. А? Күте тұр, қазір шығам. Сенің есімің Шома болғаны ғой, иә? Иә, сені кеше айтқаныма ренжіме. Бұл кім? Мысық? Бұл туралы қалай қорықпай айтып отырсың? Қаштық. Фружи, тоқташы, Фружи. Ешқайда қашудың қажеті жоқ. Бірақ маған ата-анам мысықтардан аулақ жүру керек деп жиі айтатын. Тыңдашы. Кеш болмай тұрғанда жасырыну керек. Тоқташы, Фружи. Қорықпа. Сен деген тышқан емессің бе? Ал тышқандар қорықпайды. Тышқан болғасын қорқам ғой, Шома. Мен сенен қорқайын дедім. Өйткені сен мысықтардан қорықпайсың. Менің мысықтардан қорықпайды деп саған кім айтты? Қорқам. Бірақ егер де мен қорықсам, ол алды артыма қарамай қашу деген сөз емес. Мен түсінбедім. Қазір түсіндірем. Бұл мысық шатырда өмір сүреді. Әр күн сайын сөзді бөле бермеш. Бірақ ол төменге түсуі мүмкін ғой. Фружи, мен ес білгелі, ол ешқашанда төменге түскен емес. Қызық мысық екен. Иә. Ал оның есімі кім? Оның есімі Ұлы сиқыршы мысық. Бір сөзбен айтқанда, сиқыршы. Сиқыршы! Тыныш. Естіп қойды. Шома, ал ол сиқыршы мысықтың қолынан не келеді? Барлығы. Барлығы? Иә, егер ол бізді ірімшіктің кішкентай қалдығына айналдырғысы келсе, онда екеуміз баяғыда едіңде кішкентай ірімшік болып жатар едік. Фружи, ол әлі бізге ештеме жасаған жоқ қой. Бірақ сен жасауы мүмкін деп айттың ғой. Кім білсін? Бірақ сонда да бұл шатырға қарай жол. Мына ма? Дәл өзі. Ал енді сен маған сөз бер. Бұл шатырға ешқашанда шықпаймын де. Сөз берем. Шома. Бұл неге сен үшін соншалықты маңызды? Өйткені сен маған қатты ұнайсың. Сен де маған қатты ұнайсың. Фружи, онда билейікші. Болмайды. Қазір түн ғой, барлығы ұйықтап жатыр. Онда тұрған несі бар? Кел, билейік. күлімсіреп тұр. Расымен де.
Давайте бегом переодевайтесь. Сейчас излетание шығармамыз бар. 30 минут готов. Свет дайте, ребят. Да, ой, как хорошо стало. Үшінші жұмыс таспақа. Тренингтер таспақа әңгімесі бойынша. На свет выше, Сашка. Поставьте свои реквизиты, что надо бегом. Алдияр, ты